Қалайсыздар? Мен бүгін пеште піскен наннан быжымай жасап көрсетемін. Ол үшін ең алдымен електен өткізген ұнымызға тұз, қант, құрғақ ашытқы және мінекей қантымыз бір қасықтан салдым, үлкен ас қасықпен, және 2 ас қасық толтырып 2 ас қасық құйыңыздар. Мен 3 ас қасық құйдым толтырмай. Осының барлығын осылай араластырып алып, жылы сумен жұмсақ етіп қамырымызды ашытып аламыз. Мінекей араластырып алдым. Енді өте баспай ақырын ғана тығыздамай нан ашытып алыңыздар. Кәдімгі күнделікті ашытып жүрген нанымыз. Жаңағы сұйық майды не қосты деп ойлап отқан шығарсыздар. Нанымыз жұмсақ және үгілмеу үшін осы сұйық майды қосатын боламын. Бұл менің осы жасап атқан, ашытып атқан нанымнан 3 бөлке нан шығады. Мен енді бұны килограммен өлшеген жоқпын. Үлкен кесемен 2 кеседен салсаңыздар, 6 кесе ұн салсаңыздар, 3 бөлке нан шығады. Жалпы быжыма нанымыз, жаңағы мыжыма нанымыз біздің өзі ежелден келатқан қазақ халқының ұлттық тағамы. Ол кезде нанды тапаға көмеді, сол шоқ тападан шыққаннан кейін сары майға араластырып жеген. Енді мен қазір сіздерге міне ашытып болғаннан кейін осылай 1 қасық сұйық майымды қойып жақсылап басып шықтым, қолға жабыспау үшін. Енді осылай нанымызды қойып, көтерілтіп 1-2 қайтарып басып аламыз. Мінекей нанымыз дайын. Енді осы нанымызды жылы орап, бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей 1-1,5 сағат көлемінде нанымыз ашыды. Енді формаларымызды осылай майлап, жылы формаларымыз бұл пештің үстінен алынған. Барлығын майлап шығамыз. Барлық жеріне жеткіз майлап шығыңыздар. Формаларымызды сұйық май болсын, жаңағы тоң май болсын, сары май болсын, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша майлаңыздар. Мен сұйық маймен майлап жатырмын, негізі тоң маймен болмаса сары маймен майлаған дұрыс. Енді осы барлығын майлап болғаннан кейін нанымды 3 бөлікке бөліп, осы формаларыма орналастыратын боламын. Міне, бірінші форма салып жатырмын. Ортасынан келтіріп, бұл қазір тұрғаннан бетін майлықпен жауып қойғаннан кейін өзі көтеріледі. Көтерілгеннен кейін барып пешке саламыз. Сондықтан толтырмай формаларыңызға орта салыңыздар. Сол кезде көтерілгенде арасы ашылып, көмпейіп нандарыңыз жақсы піседі. Мінекей нанымды формалап болып қалдым. Енді жылылап майлықпен жауып қоятын болам үстін. Осылай нан көтерілгенше күтемін, оған шейін отым жағып қоям. Міне, отым жанды, шоғы түсіп, осылай 3 нанды пешке салып аламын. Тезекке. Міне, 3-ші наным. Міне, шоқтың үстіне салып қойдым. Енді пешімнің үстін газетпен жауып қоямын. 1 сағат 45 минут 1 сағат көлемінде піседі. Міне, уақыт өтіп, нанымыз да пісті. Осындай қып-қызыл болып, нанымыз жеп-жеңіл, өте әдемі болып пісіп шықты. Мінекей. Қараңыздар, нандарымыз сондай әдемі. Пештен алып атқанда иісі бұрқырап, өзің жегің кеп кетеді. Мінекей, енді жаңағы нанымыздың ортасынан бөлеп, мыжыма нан жасаймын. Оған міне сары май, бұл май айында жиналған қолдың сары майы, өзімнің жинаған. Мінекей, нан ыстық, қолмен ұстауға да. Бірақ енді амал жоқ, мыжымай жасайтын болғаннан кейін. Осылай пешке нан салғанда міндетті түрде мыжымай жасап жейміз. Балаларым өте жақсы көреді. Мінекей, бұны қолмен тураудың өзі мүмкін болмай тұр. Себебі оттан жаңа шыққан ғой, енді өздеріңізде көріп отырсыздар. Иісі деген адам шыдатпайды. Иісі сондай керемет. Мінекей. Осындай бөлесіздер нанды. Нанды бөліп аласыздар.
нанымыз арасы өте қуысы көп, көмпейіп үлпілдеп піскен, жеп жеңіл. Сіздерде осылай ауыл жерде тұратын қыз-келіншектер біледі осылай нан көметінімізді. Жалпы шоққа піскен нанның дәмі біздің газға, духовкаға пісіріп жүрген нанның дәмінен өте өзгеше болады. Мінекей. Нанымызды да турап бітіруге аяқтадық. Ыстық болса да турап жатырмын, қолыммен жұлып. Бұның не себепті мыжыма нан деп аталғаны осы туралуынан және жаңағы майды мыжып сіңіруінен аталған болу керек. Кезінде анамыз, әжеміз осыны жасады ғой. Жасап беретін бізге де кішкентай кезімізде әжелеріміз, аналарымыз. Осыны жеп өскенбіз, әлде де жеп келеміз. Бір дәмді тағамдардың бірі. Мінекей осылай барлық жеріне майды жеткізіп, қолдарыңызбен мыжып, ыстық нанмен май еріп жатыр. Қараңыздар, нандарымыз жып-жылтыр болып. Сондықтан мыжыма нан деп аталған. Барлық жеріне сіңіріп жейсіздер. Жағып жіберіңіздер осылай. Міне қараңыздар. Бір түйір ғана май қалды. Жаңағы 3 түйір май салып едім содан. Мінекей. Мыжыма нанымыз дайын міне. Жып-жылтыр май сіңген. Міне мен кішкентай қызым дәмін көріп жатыр. Оған өте ұнады. Ас болсын.